Облыс әкімі Ербол Қарашөкеевтің бастамасымен Әулиеата кітап оқитын өңір жобасы қолға алынды. Жобаның басты мақсаты өңір тұрғындарының кітапқа деген қызығушылығын арттыру, оқырман мәдениетін қалыптастыру. Жоба аясында Дінмұхамед Ахметұлы Қонаев атындағы Жамбыл облыстық балалар мен жасөспірімдер кітапханасында балалар жүрегіне жол тартқан кітаптар кітап көрмесі ұйымдастырылды. Балалар әдебиетінің дамуына үлес қосқан тұлғалардың биыл мерейтойлары аталып өтілуде. Атап айтар болсақ, Сәтжан повесінің авторы Сапарғали Бегалиннің 130 жылдығы. Сұлу төр, ұстаз романының көпшілікке танылған Сансызбай Сарғасқаевтың 100 жылдығы. Елге танымал балаларға арналған өлеңдер мен ертегілер авторы Өтебай Тұрманшановтың 90 жылдығы. Ал Жамбыл облыстық еңбек туы қазіргі Ақжол газетінде ұзақ жыл қызмет істей жүріп, қазақ балалар поэзиясында өзіндік орнын қалыптастырған Асқаржан Сәрсектің 75 жылдығы. Биылға 2005 жылға көптеген іс-шаралар ұйымдастырып отырмыз. 2 сәуір халықаралық балалар әдебиетінің күніне арналған оқуға құштар жүректер облыстық байқауын, 1 маусым халықаралық балаларды қорғау күніне орай кітап білім кілті, бала болашақ үміті атты кітап кейіпкерлерінің шеруі, кітап оқы, арманға ұмтыл, кітапхананың үздік оқырмандарын анықтау, Абайдың 180 жылдығына орай Абай мұрасы ұрпаққа өнеге атты библиотакси және тағы да басқа іс-шаралар жоспарлап ұйымдастырып отырмыз. Мен осы немерлеріммен Қонаев атындағы Жамбыл облысының балалар және жасөспірімдер кітапханасына ылғи да келіп тұрамыз біз. Немерлерім осы жерден керекті кітаптарын алып оқиды. Осы кітапхананың тұрақты оқырмандары немерлерім. Мен өз атымнан облыс әкімі Ербол Қарашөкеевке алғысымды айтқым келеді. Биылғы жылды Әулиеата өңірі кітап оқитын өңір бастамасын бастағанына. Қазіргі таңда балалардың кітапқа деген қызығушылығы артып келе жатқаны қуантады. Бұрын смартфон мен ғаламтордың кең таралуы кітап оқуға деген ынтаны төмендеткендей көрінгенімен, қазір жағдай біртіндеп өзгеріп жатыр. Оның бірнеше себебі бар. Біріншіден, ата-аналар мен ұстаздар балаларды кітап оқуға баулуға көп көңіл бөлуде. Мектептерде арнайы оқу сағаттары енгізіліп, кітапханалар заманауи әрі тартымды орындарға айналуда. Балаларға арналған көркем әдебиеттердің таңдауы да кеңейді. Олар түрлі жанрларда, қызықты безендірілген форматта жарық көруде. Екіншіден, технологияның дамуы да кітапқа деген қызығушылықты оятуға көмектеседі. Электронды кітаптар мен аудио кітаптар арқылы оқудың жаңа түрлері пайда болды. Балаларға арналған танымдық подкасттар мен интерактивті кітаптар олардың кітап әлеміне деген қызығушылығын арттыра түсуде. Ылғи да біз осы Дінмұхамед Қонаев атындағы Жамбыл облыстық балалар мен жасөспірімдер кітапханасына балаларымды алып келіп, осы жақтан өзімізге керекті кітаптарымызды алып тұрамыз. Біз осы кітапхананың тұрақты оқырмандарымыз. Мен осы кітапханаға ылғи да оқырманды алып келіп, осы Дінмұхамед Қонаев атындағы облыстық балалар жасөспірімдер кітапханасымен тығыз байланыста боламыз. Осы кітапханамен көптеген іс-шараларды өткіземіз. Қазіргі жоба аясында бізде Өтебай Тұрманжановтың 120 жылдығы, Сапарғали Бегалиннің 130 жылдығы және Асқаржан Сәрсектің 75 жылдығына және Сансызбай Сарғасқаевтың 100 жылдығына көптеген көрмелерді балаларды әкеп, осы көрмелерге шолу жасап жатырмыз. Кітап білім мен қиялдың қайнар көзі. Балалардың кітапқа қызығушылығы артқаны болашақ ұрпақтың саналы, ойлы және ізденімпаз болып өсетініне дәлел. Сондықтан бұл үрдісті қолдап дамыту баршамыздың міндетіміз.